Бұл жай ғана қорқынышты оқиға емес. Бұл сіздің де санаңызға әсер етуі мүмкін шындық. Егер сіз тылсым мен жұмбақ әлемді жақсы көрсеңіз, арнама жазылуды ұмытпаңыз. Бұл тек бастамасы ғана. Ал енді тыныштықта отырып, жарықты сөндіріп, құлаққап киіп тыңдаңыз. Себебі сіз атаусыз ауылдың сырын білгелі тұрсыз. Атаусыз ауыл. Ол таңертең ерте оянды. Таңертеңгі қала дыбыстары, машиналар, автобус тапылы, көрші пәтердегі баланың жылауы, бәрі жанына ауыр тиді. Айдана 27 жастағы жас әйел, журналист. Соңғы айларда өмірі күл талқан болып кеткендей еді. Жұмыста қысқарту, сүйген жігітінің сатқындығы, ата-анасының өзара түсініспеушілігі, бәрі қосылып жанын жегідей жеген. Маған тыныштық керек, тыныштық пен жалғыздық, деді ол өзіне. Сол күні кешке ол интернеттен карта қарап отырып, көзі бір қызық нүктеге түсті. Қарапайым картада жоқ, бірақ ескі ауыл картасында Қара Мола деген ауыл көрінді. Іздеп көріп еді, ол туралы еш ақпарат жоқ. Гуглде де, ютубта да, суреттер де жоқ. Біртүрлі, бірақ ол сол ауылға барғысы келді. Не себепті екенін өзі де білмеді. Ауылға баратын жол шөп басқан, тастақ. Жол бойында бірде-бір көлік, тіршілік белгісі байқалмайды. Ұялы телефон байланысы мүлдем жоқ. Ол кішкентай жеңіл көлігімен тауға қарай бұрылып, шамамен 3 сағаттай жүргенде алдарынан ескі қақпа шықты. Қақпа ағаштан жасалған, үстінде бір кезде болған жазу өшіп кеткен. Ауыл тым тыныш еді. Ағаш үйлер, кейбір үйлер құлаған, кейбірінің терезелері сынған. Бірақ бір-екі үйде түтін шығып жатты. Демек, біреу бар. Айдана көлігінен түсіп, бір үйге жақындады. Есікті қақты. Жауап жоқ. Тағы да қақты. Үнсіздік. Сосын есік өздігінен баяу ашылды. Ішке енгенде қалың шаш, иісі кеткен ескі жиһаз, қабырғада қара ақ суреттер ілулі тұр. Бірақ бір суретте өзі сияқты бір қыз бейнеленген. Бұл мүмкін емес. Сол сәтте сырттан дыбыс шықты. Біреу жүргендей. Ол сыртқа жүгіріп шықты, бірақ ешкім жоқ. Түн түскенше ауылды аралап, бірде-бір адамды кездестірмеді. Тек есіктердің өздігінен ашылып жабылуы. Жел жоқ кезде тербелген теректер, ал қараңғы түскенде сыбыр естілді. Айдана, ол қатты селк етті. Айдана, сен неге келдің? Бұл не?
«Кім ол?» деді жүрегі дүрсілдеп. Ол бір үйге тығылды. Сол жерде ескі күнделік тауып алды. Онда бір қыз Айым өзінің осында келіп, ешқашан қайта оралмағанын жазған. Айдана оның жазбасын оқып отырып жылап жіберді. Бұл қыздың тағдыры өзіне ұқсап кеткендей еді. Бұл ауыл адамдардың жоғалған армандары жиналатын мекен деп жазылған соңғы бетте. Айдана терезеден қарағанда, қараңғыда бірнеше бейне тұрғанын көрді. Олар адамдар емес, көлеңкелер. Бірақ таң ата бәрі жоғалды. Ауыл да, үйлер де, тіпті өзі тұрған бөлме де. Айдана орман ортасында тұрғанын байқайды. Қасында тек бір ескі сурет. Сол күнделіктегі қыздың суреті мен өзінің суреті жапсырылған. Қаланы артқа тастап, ол өмірге басқаша қарай бастады. Қарамола жай елес емес еді. Бұл ішкі жан дүниесінің шынайы көрінісі сияқты болды. Сол сапардан кейін ол жаңа кітап жазды. Атаусыз ауыл. Кітап хитке айналды. Ол сол ауылда жоғалған арманын тауып, өзіне қайта оралды. Өмірге деген махаббаты оянды. Кітап тұсаукесерінде бір жігіт оған жақындап, «Сен шынымен сол ауылда болдың ба?» деді жұмақ жымиып. Айдана оған таңдана қарады. «Сен кімсің?» «Айымның інісімін». Айдана жүрегі тоқтап қала жаздады. Бұл жай ғана оқиға емес екені анық еді. Кейде өзімізден қашып, ескіге бет бұрғанда шынайы өзімізді табамыз. Қорқыныштың артында үміт, қараңғылықтың ішінде жарық жатады. Егер сен де адасып жүрсең, жүрегіңнің үнін тыңда. Ол сені өз ауылыңа апарады.